Сәлем құрметті оқырмандар, бүгін мен сіздерге жатыр ішілік спираль қалай салатындығын көрсетіп беретін боламын. Сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы міндетті түрде парақшаға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жазатын болсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Жатыр ішілік спираль бұл босанғаннан кейін 40 күннен кейін салынады. Оған дейін әйелде лохи деп айтамыз, көптеген выделениялар келеді. Сол себепті пока выделениялардың бәрі біткенше күтеміз. Содан кейін біз егер де өзіңіз босансаңыз 40 күннен кейін, ал егер де сіз кесарево сечениемен операциямен босанатын болса, онда 2 немесе 3 айдан кейін спираль салған дұрыс. Жалпы жатыр ішілік спираль, бұл спиральді сізге салғанша бұны ашуға болмайды. Так, жатыр ішілік спиральді салу үшін бізге арнайы инструменттер керек. Ең біріншісі ол бізде щипцы, пулевые щипцы дейміз. Екіншісі бұл бізде карнцанг, жалпы көмекші ретінде қынапты жуып тазалап алу үшін керек. Мынау жатыр ішілік зонд деп айтылады. Осы жатыр ішілік зонд арқылы біз жалпы жатырға дейінгі аралық қаншалықты екенін өлшеп аламыз. Осы арқылы кейін біз спиральдің ұзындығын регулировать ететін боламыз. Және де хлоргексидин бұл именно жатырға спиральді салудан бұрын міндетті түрде қынапты шайып тазалап алу керек. Егер де выделение болатын болса, соны алып тастау үшін негізі воспаление үстіне спираль салуға болмайды. Спиральдан алдын міндетті түрде бұл мазок на степень чистоты тапсырасыздар. Егер де мазок на степень чистоты воспаление шығатын болса, онда ПЦР на инфекции, флороциноз немесе фемофлор деп айтылады. Кез келген олимп, инвитро сияқты лабораторияларға барып тапсыруға болады. Сол анализдердің результаты отрицательный, ешқандай воспаление жоқ шыққан кезде ғана сіз спираль салдыра аласыз. Егер де сіз воспалениенің үстіне спираль салдыратын болсаңыз, спираль өзінің тұрған жеріне қосымша воспаление шақырып, бұл етеккір ауырсынумен келуі мүмкін, етеккір өте көп 10-15 күндеп келуі мүмкін, жатыр ішілік эндометрит ауруы дамуы мүмкін. Ең алдымен біз хлоргексидинмен осылай жатырдың ішін жуып аламыз. Ол осылай жуылады. Хлоргексидинмен жуып, шайып, тазалап, осылай ватамен сүртіп, мынаның бәрін ішін тазалап аламыз. Бізде екінші инструмент бұл пулевые щипцы. Пулевые щипцыға біз жатырдың мойын ала отырып, фиксировать етіп, бері қарай тартамыз. Осы зонд арқылы ақырындап осылай кіреміз. Зондпен кіреміз, сөйтеміз де жатырдың, мынау қазір спиральді алып тастаймын сіздер үшін. Осылай жатыр мойны арқылы біз жатырға кіреміз. Сонда мына жатырдың түбіне жеткен кезде біз осылай ощущать етеміз. Осы сезім арқылы біз жатырдың жалпы ұзындығын өлшеп аламыз. Примерно ол 7-8 сантиметрдей болады. Ол спираль жабық күйінде заправляция ету керек. Егер де ашып алып заправляция етсе, бұл дұрыс емес. Упаковкасын ашпай, спиральді міндетті түрде осылай сыртынан стерильностін бұзбай заправлять етіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай спираль заправляция етті. Біз ұзындығын қойып алдық. Сыртынан жаңағы жатырдың ішін өлшедік қой зондпен, сол арқылы ұзындығын өлшеп аламыз. Содан кейін спиральді ақырындап ашамыз. Осылай ашылады. Заправленный күйінде біз спиральді аламыз да аккуратно стерильностін бұзбай, мына жерлердің ешқайсына қол тигізуге болмайды, өйткені бұл жатырдың ішіне кететін нәрсе. Енді ақырындап осылай жатыр мойнынан кіргіземіз де спиральді мына жерге дейін мінекей саламыз. Сөйтеміз де біз мынау поршынды итерген кезде, так, осылай салып аламыз да, мынаны спиральді ақырындап итереміз. Итерген кезде спираль осылай жатырдың ішінде қалады. Одан кейін ақырындап бірінші мынаны алып тастаймыз и осылай. Енді жатырдың ішінде бұл спиральдің дұрыс тұрылуы осылай. Егер де спираль осылай тұрса, бұл дұрыс тұрды деген сөз. Ал енді егер де спираль былай қарай төмен қарай түсіп кететін болса, егер де мына жерге былай қисайып тұрып қалатын болса, бұл дұрыс тұрған жоқ деген сөз, яғни бұл спиральдің асқынуы экспульсия немесе перфорация деп айтылады. Кейде спираль жатырдың жоғарғы жағына осылай кіріп кетуі де мүмкін бұлшық етіне. Бұл дұрыс емес. Сол себепті сіздер міндетті түрде спиральға дейін және спиральдан кейін сразу УЗИ арқылы қарау керек. Біз қазір ғана бір пациентке спираль салып болдық. Сол видеоны сіздермен бірге көретін боламыз. Қазір біз сіздермен спираль салынғанға дейін және салынғаннан кейін УЗИ картинаны көретін боламыз. Мінекей мынау әйелдің бізде жатыры, мінекей мынау жатырдың денесі, мынау жатыр мойны. Спираль салғанға дейін УЗИ арқылы өлшеп алдым. Шамамен 42-38 ұзатын болсақ 8 сантиметр. Зондта да бізде 8 сантиметрді көрсетті. Мінекей бұл жатыр спиральсіз.
жатырда бізде тыртық бар операциядан кейінгі. Енді қазір спираль салынғаннан кейінгі фотосын көретін боламыз. Мінекей, көріп отырсаңыздар, бұл осы әйелді спираль салғаннан кейінгі УЗИ фотосы. Енді мінекей мына жатырдың ішінде байқасаңыздар, аппақ болып жалтырап тұрған бұл спираль. Яғни спираль бізде дұрыс салынды деген сөз. Егер де мына аппақ мынау жатырдың ортасынан немесе мына жақта тұратын болса, бұл дұрыс емес салынды деген сөз. Ондай спиральді біз міндетті түрде алып тастауымыз керек. Құрметті оқырмандар, жатырішілік спираль қалай салатындығын сіздерге толықтай түсіндіріп бердім. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз қалса, осы видеоның астына жазсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Неде сіздер үшін келесі видеоны қандай тақырыпта түсірейін, соны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде келесі выпускты сол тақырыпқа арнайтын боламын. Сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Консультацияға жазылу үшін төменде комментарийға номеріңізді қалдырыңыз.